Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі видеода халқымыз киелі санайтын өсімдіктердің бірі адыраспанның пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыз. Халқымыз дәрулік шипасынан бөлек әулиелік қасиеті мол санаған шөптерінің бірі адыраспан деп аталады. Біздің ата-бабаларымыз сондықтан оны үйдің босағасына іліп қойып, осы арқылы отбасын алуан түрлі бәле-жәлелерден сақтауға тырысқан. Осы өсімдіктің түтінімен үйдің ішін түгел ыстап, сол жын-шайтандарды, жаман адамдардың лас ниеттері мен қарғыстарын шаңырақтан аластайтын болған. Атам қазақ өзі аса киелі деп білген бұл өсімдікті өсіп тұрған жерінен жұлып аларда да оның әдеп ибасын қатаң сақтаған. Біріншіден, оны қауызы толып, тұқымы толық піскен кезде ғана жұлған. Екіншіден, ер адамның ғана жұлуына рұқсат етілген. Үшіншіден, сол жұлатын адамның жаны ғана емес, үсті басы таза, дәреті бар екеніне мән берген. Төртіншіден, жұлушы кісі міндетті түрде Аллахқа құлшылық етіп, Бисмиллахир-рахманир-рахим, мен келдім әр нәрсеге, адыраспан атыңды қойған екен, Омар Оспан, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп барып, өсімдіктің сағағына қолын тигізген. Бұл жердегі Омар мен Оспанның пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның әйгілі 4 сахабасының екеуі екенін мүмкін жұрт білетін шығар деп ойлаймыз. Достар, осы айдың аяғына дейін каналды 5000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздің кішкене ғана әрекетіңіз бізді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Біз бала жасымыздан осы адыраспанның арасында өстік десек те болады. Арал қаласында әкемнің қолымен тұрғызылған үйіміздің бақшалығы іші осы киелі шөпке толы еді. Құдды газон тәрізденіп тұтасып тұрған сол қалың қау шөптің арасымен жүргенде олар аттап өтуге жол бере қоймайтын. Сонда әкем Сердалы сол әулиелі өсімдікті қызғыштай қорып, балаларым, бұл қастерлі шөпті жұлушы болмаңдар, киесі ұрады дегенді жиі айтатын. Ал бақшамызда жайқалып өсіп тұрған адыраспанның нуын байқаған көрші қолаң, сәке, есіктеріңіздің алды киелі өсімдікке толы, сіздер қандай бақыттысыздар дегенді шын ынта ықыласымен жеткізіп жататын. Сол кезде бала болсақ та адыраспан атты қасиетті өсімдік бар екенін, оған тиюге болмайтынын бүкіл санамызбен түйсіндік. Адамзаттың тіршілік етуі барысында өсімдіктер әлемінің алатын орны ерекше зор. Қазіргі медицинада қолданыста жүрген дәрі-дәрмектердің 40%-дай бөлігі тап өсімдіктер дүниесінен жасалады екен. Қоршаған орта өскіндерінің адам ағзаларын жақсартуға осындай өлшеусіз көмегі барын біздің ата-бабаларымыз бағзы замандардан бері жақсы білген. Сонау 6 ғасыр бұрын өмір сүрген халықтық емші Өтей бойдақ Тілеуқабылұлының шипагерлік баяны соның бергі кезеңдеріндегі өнегесі ғана. Тарбағатай өңірінде 1787 жылы өмірге келіп, 1850 жылы қайтыс болған атақты Ырғызбай Досқанұлы емші дәрілік өсімдіктерді жақсы білгендіктен онымен жанды да, малды да емдеп жаза алатын дәрежеге жеткен. Ол кезінде ұлы Абайдың әкесі Құнанбайды дәрілік шөптерімен ауыр дерттен жазып шығарған деген сөз бар. Емші шипалы өсімдіктердің гүлінен, жапырағы мен тамырынан дәрі-дәрмек жасағанда олардың қандай науқастарға ем болатынын табиғи түйсігімен дөп біліп, білігін одан ары дамытқан. Сол емшінің көп ауруға қолданатын дәрілік шөптерінің қатарында біз сөз етіп отырған адыраспан да болған. Адыраспанды емшілер дәрілік шикізат ретінде шілде айында гүлдеген кезінде жинап алады екен. Алғанда да сол тұрған бойы бәрі ала бермейді. Оның енді пісіп жетілген бұтақшаларын, жапырағы мен гүлін бір қиқымын жерге түсірмей, көлдей орамалға түйеді. Алғанда тамырдан жоғары жағынан ұқыпты кесіледі. Кептірер кезде темір шатыр астындағы көлеңкелі ауа өтіп тұратын жерге қойылады. Осылайша ол 2 жыл сақталуы керек. Ал тұқымын өскіннің қауашағы ашыла бастаған кезде теріп алады. Оны да
төбесі жабық болғанымен ауа өтіп тұратын бастырма астында кептіреді. Астына мата төсеп, сосын тұқымын шөбі мен қауызынан ажыратады. Жасыратыны жоқ, адыраспан барынша улы өсімдік. Оның мұндай қасиеті барын аталмыш өскінді ыстау үшін отқа тигізген кезінде ұшатын ащы түтіннің өзі байқатады. Өсімдіктің химиялық құрамына көз жүгіртсек, бұл сөзіміздің дәлелді екенін анық аңғара түсер едік. Адыраспанның тұқымында 3,5-6% алкалоид, 60% гармалин, 30% гармин және шамалы ғана мөлшерде гармалол, пеганин бар. Фармакологияда адыраспан шөбінен жасалған дәрілер қабыну ауруын, бас, сәрі айдауды жақсарту, тер шығару, ішек құрттарын өлтіру, орталық жүйке жүйесін қоздыру үшін қолданылады. Гармин мен пеганин қан қысымын көтереді, тыныс алуды жиілетеді, асқазан мен жүректің жұмысын баяулатады. Ал адыраспан шөбінен қолдан дайындалған тұнбаларды емшілер бұдан да басқа алуан түрлі науқастарды жазу үшін пайдаланады. Айталық адыраспан тұнбасымен ішкі мүшелерге суық тигенін, малярия, безгек, мерез ауруларын жазған. Сол сияқты емшілер шөптің тұнбасымен ірі қара малдарының қотырын емдеген. Шөптің қайнатпасын неврастения және қояншық ауруларына қарсы ішкізеді. Ауыздың қызыл егі ауырғанда оны сол қайнатпамен шаяды. Бұдан бөлек адыраспанды іш ауруын алғашқы кезеңінде жазуға жаратады. Адыраспан түтінімен сал ауруын емдейтін де емшілер бар. Оның жапырағын ісікке таңып, булама жасаса, ол тез қайтады. Тағы бір елдерде адыраспанды ішек құртқа қарсы инсектицидтік құрал ретінде қолданылады. Көзі нашар көретін кісілерді адыраспанды бал мен шарапқа араластырып емдейді. Аталмыш шөптің емдік қасиеттері де бұдан да көп. Адыраспанның радикулит, сегіз көз ауруларын зардап шеккен адамға осылай қолдануға болады. Ұнтақталған құрғақ адыраспанның 50 грамын матадан жасалған дорбаға салып, үстіне қайнап тұрған су құяды. Аздан соң дорбаны сығып, белдің ауырған тұсына қояды. Сыртынан грелка қойып, немесе жылы жауып байлап қояды. 30-40 минут ұстаған соң байлауын шешеді. Бұл әдісті күніне 4 мезгіл жасау қажет, және алдыңғы пайдаланған дорбаны сол 4 уақытта қайнаған сумен жібітіп қолдануға болады. Адыраспан жапырағын таңып, булау арқылы ісікті қайтаруға болады. Адыраспанның сабағы мен жапырағын қайнатып, күнделікті мөлшерлемемен ішсе, талма, сал, ұмытшақтық, суықтан болған ми қабынуы және тарамыс ауруларына жақсы ем. 500 грамм шөбін 0,15 литр қызыл араққа қайнатып, күніне 30 граммнан бір ай ішсе, талма, бастың созылмалы ауруынан айықтырады. Күніне 4-6 граммнан 15 күн ішсе, ревматизм ауруын басады. Оған жаншылған зығыр тұқымын қосып, жалғастырып ішсе, демікпені жазады. Тісті адыраспан шөбімен ыстаса, қақсап ауырғаны басылады. Миопатия, миостения кезінде бір ас қасық адыраспанды бір стақан қайнаған суға салып, 60 минут ұстау керек. Кейін шөпті сүзіп алып, 2 ас қасықтан күніне 3 рет ішу керек. Алғашында бір ас қасықтан бастауға да болады. Гельминтоз кезінде адыраспанның 10-15 түйір дәнін сумен күніне 2-3 рет ішу керек. Гельминттер ағзадан 3-4 күннен соң ғана шыға бастайды. Адыраспанның тағы бір ерекше шипалық қасиеті, ол өкпе ауруларына ерекше ем. Демікпе, ентікпе, туберкулез сынды әртүрлі өкпе ауруларына шалдыққан науқастардың айығуына айрықша ықпал етеді. Ұмытшақтыққа, сал ауруына ұшыраған адамдарды да жазады. Суық тиіп, денесі қалтырай бастаған адам адыраспан қайнатпасын ішсе, ауруды жеңілдетеді. Оның осы суыққа, қабынуға қарсы қабілетіне қарап, бала көтермеген әйелдерді де емдеген. Дегенмен, жоғарыда айтып өткеніміздей, адыраспан улы өсімдік болғандықтан, оның мөлшеріне өте сақтықпен қарау керек. Мәселен, сабағы мен жапырағынан 4-8 граммнан, тұқымынан
0,1-0,5 грамм мөлшерден асырмаған жөн. Қорыта айтқанда, денсаулық жаратқанның адамға берген аманаты, сондықтан да ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік достар. Ол үшін алысқа бармай, өзіміздің елімізде өсетін бәрімізге бірдей қолжетімді табиғаттың ерекше сыйы өсімдіктер әлемін қорғайық және денсаулыққа пайдалы жағын ұтымды пайдалана білейік. Құрметті достар, біздің видео ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Және де осы видеоны достарыңызға, туыстарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Және де мақала танысу сипатына ие екендігін, кез келген жағдайда дәрігердің кеңесі қажет екендігін тағы да ескертеміз. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыздар.